Hello, dear pupils. How are you? Құрметті оқушылар. Бүгін біз 2-тоқсанның бірінші БЖБ-сын, яғни бөлім бойынша жиынтықты талдамақшымыз. Our countryside, яғни біздің еліміз, немесе біздің ауылымыз деп те аударуға болады. Жалпы өмір сүріп жатқан жеріміз, сол туралы тақырып болды. Бірінші бөлім барлығында listening and speaking, яғни бірінші тапсырмамыз тыңдалым. Тыңдалымды біз мынау не беріліп тұр, яғни ссылка беріліп тұр, соған кіріп арқылы таба аламыз, немесе мұғалімдерде транскрипт деген нәрсе болады, сода беріліп тұрады. Listen to the story and choose the correct option. Яғни әңгімені тыңдап, дұрысын белгіле. Міне бір example, бір үлгісін беріп қойған. The chicken and the dog were friends or enemies. Яғни балапан мен үйрек дос болды дегенді қоршапты, жау емес. Енді оны білуіміз үшін біз әуелі текстке қарайық. Мінекей. The chicken and the dog were friends. Балапан және үйрек дос болған. They lived on a farm, яғни олар фермада өмір сүрді. They walked around together. Олар бірге жүрді, яғни қыдырып жүрді немесе. They swam in the pond together. Яғни олар бірге жүзді. They talked about many things. Олар көп нәрсе туралы сөйлесті. They talked about the cat. Олар мысық туралы сөйлесті. They thought the cat was tricky. Олар мысықты өте қу деп ойлайды. They thought the cat was dangerous. Олар мысықты қауіпті болды деп ойлайды. The cat looked at them a lot. Мысық оларға көп қарап тұрды. They didn't trust the cat. Яғни олар мысыққа сенбейді. We must always keep our eyes open when the cat is around. They both agreed. Яғни мысық жанымызда жүрген кезде біз анықтап қарауымыз керек, дейді екеуі. They talked about the dog. Одан кейін олар ит туралы сөйлесті. The dog was very friendly. Ит өте дос адамға, The dog wanted to play. Ит ойнақсы келеді. The dog had lots of energy. Иттің энергиясы көп. It barked a lot. Ол көп үреді. It ran around a lot. Көп жүгіреді. They both liked the dog. Олар итті ұнатады. They talked about the farmer. Содан соң олар фермер туралы сөйлесті. The farmer brought them food. Фермер оларға тамақ береді. The farmer took care of them. Фермер оларға қарайды. The book farmer took care of all the animals. Яғни фермер барлық жануарларға қарайды. He fed the cow. Олар сиырға тамақ берді. Ол яғни, he fed the pig. Ол шошқаға тамақ берді. He fed the goat. Ол ешкіні тамақтандырады. He fed the sheep. Қой, rabbit, көжек, яғни соларға тамақ береді. They liked the farmer. Олар фермерді ұнатады. He took good care of everyone. Яғни ол барлығына жақсы қарайды. He was a nice man. Ол жақсы адам. Farmers are good. Яғни фермерлер өте жақсы. Fed the chicken. We need farmers. Біз оларды қажет етеміз. Міне текст осылай аударылады. Енді бізге беріліп тұрған сұрақтарға қарайық. Міне бірінші үлгісі беріліп тұр. The speaker tells the story about farm friends or city friends. Яғни бұл оқиға не туралы? Фермадағы достар туралы, сондықтан farm friends. The speaker says that the cat is a good or bad animal. Яғни олар мысықты қандай деді? Good or bad? Әрине bad, яғни жаман деді, The speaker is sure that the dog is friendly or angry. Ит, яғни дос или немесе ашулы жүреді. Дос деп айтты, сондықтан friendly. Task 2. Listen to the second time and complete the sentences. Енді тағы бір тыңдап, біз сөйлемдерді толықтыруымыз керек. First, in the beginning, the chicken and the dog are speaking about the
Басында олар не туралы сөйлесті? Cat деп жазамыз мына жерге. The second animal they speak about is a dog. At the end of the story they speak about the farmer. Яғни бірінші олар мысық туралы, екінші ит туралы, үшінші фермер туралы. Оны біз жауабынан қарап көрейік. Мінекей жауаптарын қарап алыңдар. Біріншісі farm friends, екінші bad animal, friendly, бұларды қоршаймыз, үшеуін. Келесі үш тапсырмадан бірінші cat, dog, farmer немесе man деп те жазуға болады, яғни ер адам дейді, оның синонимі. Осылай екеуін де қабылдайды жағдай. Келесі бізде speaking, енді ода біз сөйлейміз, Learners work in pairs. Each pair gets a picture. Learners describe the picture, participating in the discussion equally. Give some time to learners to get ready with questions to the picture. In pairs, яғни жұп болып жұмыс жасайды. Әр жұпта бір сурет болады, яғни бұл ережесі, яғни екеуі бірге сол суретті сипаттау керек. Оларға шамалы уақыт беріңіз дейді. Яғни бұны мұғалім өзі шешеді, сен екі адам боласың ба, бір адам боласың ба? Possible questions for discussion. Яғни осы сұрақтарға жауап берсеңдер де болады, What can you see on the picture? Мына суретте не көріп тұрмыз? Is it a city or a country? What can you see on the picture? Деген сұраққа I can see on the picture, for example, farm, ферма, or farm animals. Is it a city or a country? Яғни қала ма, ауыл ма? It is a country, яғни бұл ауыл, мысалға. How many animals can you see on the farm? Яғни фермадан неше жануар көріп тұрмыз? Оны санап айтамыз, мысалға біз нешеуін көріп тұрмыз? Алтауы десе, I can see 6 animals on the farm. Can you name some animals? Яғни атай аласың ба? They are, for example, this is horse, hen, chicken, cow, pig, cat, яғни білетін жануарлардың атын жазамыз. What do people do in villages? Яғни бұл жақта ауылда адамдар не істейді? Яғни олар тамақтандырады, жаңағы неден алсақ болады. People pet or feed animals. Яғни олар не істейді? Тамақтандырады. Do you want to live in a village? Why not? Ауылда тұрғың келеді ма? Неге дейді. Do мен басталып тұр, сендер жоқ деп жауап бере аласыңдар. Yes, I do, немесе yes, I want to live, ұзақ жауап болса. Немесе no, I don't. I don't want to live. Неге? Деген сұрақ болса, because деп жауап береміз, себебі. Because, мысалы, тұрғым келеді болса, I like farm animals. Мысалға ферманың жануарларын ұнатамын деген сияқты жазсаңдар болады. Енді мен сіздерге оны жазып көрсетейін. Мына шетте маған жазылмай тұр, сондықтан мен Word форматында ашайын. The first, what can you see on the picture? Не көріп тұрмыз, I can see farm animals on the picture. Is it a city or a country? It is a country. How many animals can you see? I can see 6 animals. Мен бірінші суретті айтып жатырмын, балдар? On the farm. Okay, next. Can you name some animals? Here, can you name болса, yes, I can. Мен аттарын ата деп жатыр, They are. Бірінші horse, яғни жылқы, hen, тауық, chicken, балапан, cow,
немесе cow деп те оқылады, сиыр. Pig шошқа, cat мысық. Okay, next, what do people do in villages? Яғни адамдар не істейді? They feed тамақтандырады, take care деген сөз ол сендерде жаңа, иә, содан қарап жазған сияқты боласыңдар мысалы тыңдағандарынан. Take care of қарайды, бағады, иә, animal. Do you want to live in a village? Бұл жерден екі түрлі жазсаңдар болады. Yes, I do. Қысқа жауап болса, иә, because. Иә, мен тұрғым келеді ауылда. Because I like farm animals. Тұрғым келеді, себебі мен фермадағы жануарларды ұнатамын. Немесе бұның екінші түрі no, I don't. Яғни мен ұнатпаймын десеңдер, no, I don't кетеді, иә. Ол because себебі мен қаланы жақсы көремін десек, I like city. Міне осылай жауап береміз. Үлгісі, бір үлгісі. Осыны жазып алыңдар. Міне осылай бітеді біздің бөлім бойынша, бірінші бөлім бойынша жиынтығымыз, яғни екінші тоқсанға арналған 6 сынып бойынша. Егер түсінбей жатқан сұрақтарың болса, комментарийға жазсаңдар, мен міндетті түрде жауап беремін. Ұсыныстарың болса, және де көп ұсыныстар тағы да түсініп жатыр. Blend-Blend-тан сүресіз ба деген сияқты. Егер сондай көп оқушы бірге айтып жатса, онда міндетті түрде түсіремін. Сондықтан ойларыңды және сұрақтарыңды комментарийға жазып, және осы каналға жазылуды ұмытпаңдар. Hey, goodbye and good luck. Сау болыңдар, сәттілік тілеймін сендерге оқушылар.